Мәссаған, мына бір біткен тірлік болды ғой, қалайсыздар? Мына сырттағы асханамды жинап бір рахаттанып қалдым. Енді бұндай тірлік істемеспін. Почти жарты күнім кетті ғой, обедке дейін істедім ғой. Негізі қыстан бері мүлдем жиналмаған. Мына мебельдер негізі асхананың мебельдері. Скоро асханамызға құрылатын болады. Енді қайным маған кішкене көмектесті, осылай барлығын жоғарға қойып алдық, басқа қоятын жер жоқ. Негізі бұл бізде сырттағы асхана, бұл жерге тек қана осылай күн жылған кезде ғана шығамын. Яғни бұл жерде айран сүттерімді жайғастыратын жер. Енді бұл жер қыстан бері жиналмағаннан кейін тышқанда кеміріп, біратала топырағын шығарып қопарып тастапты. Одан кейін мәссаған деп кішкене демалып алдым да қайтадан тірлігімді бастадым. Енді таза ұстаймын деп өз-өзіме уәде беріп отырмын. Мінекей қараңыздар, мына жерде өрмекшінің ұясы, тышқанның бірдеңелері кәдімгідей жаман болып кеткен екен. Сосын барлығын реттеп алдым. Қағаз бармен, мусор бармен толып қалған, ертең айран сүтімді рахаттанып пісіріп алатын болдым. Барлығын жақсылап ысырып алдым. Анада тұрған қызыл шкафты тағы бір арнайы күнде реттеу керек. Ол жерде де біраз керек емес заттар бар. Қараңыздар, тап-таза болып қалды. Ал қыздар, видео ұнаса парақшама тіркеліп қолдап кетіңіз, парақшам пайдалы. Негізі көбіңізге осындай видеолар ұнайды екен ғой. Ал қыздар, видеомды қолдап кетсеңіздер қуанып қаламын.